Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Ералы және Қазақстан шаруашылық каналы. Жалпы бүгінгі видеода біз осы тауық құстың арқасында күніне 2000-нан 10 000-ға дейін қалай ақша табуға болатынын айтатын боламын сіздерге. Достар, бұл видео ешқандай үйрету жайлы емес, мен просто сіздерге айтып бағыт-бағдар беріп жүретін боламын. Жалпы құстан бастасақ, жай үй тауығынан бастасақ, үй тауығы мысалы сіздерде 15 тауық 2 атеш болатын болса, күніне 15 тауығыңыз шамамен 10 жұмыртқа алып келетін болса, бұл 10 жұмыртқаны сіз дүйсенбіден жұмаға дейін жинап, сонымен демалыс күндері магазиндерге, дүкендерге өткізіп отсаңыз, сізде 4-5 мың арасындағы ақша шығатын болады. Бұл айтып тұрғандай 5 күннің ақшасы, ал мен сіздерге бір күнде қалай 5 мыңнан, 2 мыңнан, 10 мыңға дейін ақша табу керек екенін айтатын болам. Біріншіден, біз өзімізге порода таңдап алуымыз керек. Тауықтың асыл тұқымы дейді ғой, қазақша. Тұқым таңдап алуымыз керек өзімізге. Мысалы келтіретін болсақ, брама тұқымын алатын болсақ, браманың бір жұмыртқасы инкубаторға салатын 200 теңгеден 300 теңгеден басталады. Сіз 300 теңгеден сатсаңыз, качественный жақсы жұмыртқаңызды күніне сізде 15 тауық 2 атеш болатын болса, брамадан күніне сіздің 15 тауығыңыз 15 немесе 10 жұмыртқамен санайтын болсақ, 10 жұмыртқа алып келсе, 10 жұмыртқаны сағат 5-ке дейін жинап, сағат 6-7 арасында сатып алатын адамға, клиентке өткізіп жіберсеңіз, сіз 3000 теңге табасыз. Себебі бір жұмыртқаны 300 теңгеден өткізесіз, 10 жұмыртқаны 3000-ға өткізесіз. Сөйтіп сіз бір күнде 3000 теңге табатын боласыз. Если мысалы 15 тауығыңыз, брама 15 тауығыңыз 6 айлық, 7 айлық тауық болатын болса егер, олар күніне бір жұмыртқа туады, бір жас тауық. Оның бәрін 15 тауықты, 15 тауық күніне 15 жұмыртқа туатын болса, сіз сонда күніне шамамен 4000, 5000, 6000 арасында табатын боласыз. Ол әрине сіздің сатқаныңызға қарай. Сіз қалай сататын боласыз ол жұмыртқаларды, кімге сататын боласыз, және де басқа факторларға қарай. Және достар, осы алдыңғы видеороликтарда мен сіздерге қалай OLX жайлы, Авито жайлы, маркет жайлы өзіңіздің товарыңызды качественно өткізуді үйрететін болам. Жалпы Instagram жайлы, YouTube жайлы, TikTok жайлы, осы 5 платформа жайлы тоқталатын боламыз. Қалай өзіңіздің жұмыртқаларыңызды өткізуге болады, не жасау керек, жалпы өстіп жұмыртқаларыңыз өту үшін, өстіп бизнесті ақырын құс шаруашылығынан бастау үшін не істеу керек, бәрін үйрететін боламын. Мен қазір осы оның алдындағы айда өзімде үй тауықтар болған, солардан шамамен айына 50-60 мың теңге шығаратынмын. Осы рекламалардың арқасында, жарнамалардың арқасында. Енді қазіргі менің тауықтарым өсіп келе жатыр. Бұл 6 айға келетін тауықтар. Бұлар бұйыртса туып бастағаннан кейін бұларды да жұмыртқаларын сатып бизнес жасайтын болам. Оның бәрін видеоға түсіретін болам. Алла қаласа инкубаторға салатын болам жұмыртқаларын. Сол енді жалпы сол себептен алдыңғы видеоларды жіберіп алмаңыздар. Мен жаңа сіздерге брама тауығы жайлы қалай 3000 теңге табуға болады күніне айтқан болатынмын. Енді сіздерге қазір бізде мраморный кокинхин 2022 жылы тренд болып жатыр. Сол тауық жайлы қалай сол тауықтан күніне
5.000-нан 10.000-ға дейін теңге табуға болатынын айтам. Мраморный кохинкиннің бір жұмыртқасы 700 теңге тұрады. Сізде егерде 10 тауық 2 атеш болса, 10 тауығыңыз күніне 10 жұмыртқа, 8 жұмыртқа берсе, сіз оны 6-7 мың теңгеге өткізіп, күніне 6-7 мың теңге таба аласыз. Если үй тауықтарына келіп тоқталатын болсақ, үй тауықтарының бір жұмыртқасын 150 теңгеден сата аласыз инкубаторға деп. Үй тауықтары білеміз, біз үй тауықтарын көп мөлшерде асырауға болады, себебі олар көп тамақ ішпейді. Брама дәу ірі тұқымды тауықтар құсас, бұлар аз тамақ ішеді. Өзінің тойғандарын білетін тауықтар, жалпы үй тауықтары. Бұларға келетін болсақ, сіз 20 тауық асырасаңыз, 20-25-30 тауық асырасаңыз, күніне 30 тауық асырасаңыз, сіз күніне 30 тауықтың 20-25 жұмыртқасын 3.000-4.000 теңгеге өткізіп, үйде отырып, сөйтіп ақша таба аласыз. Бұл өте жақсы ақша табудың түрі болып саналады. Енді осы видеоны мысалы қалай осы үй тауықтан 20-30 тауықтан күніне 4-5 мың табуға болады. Қандай брама 10-15 брама тауығынан күніне 4-5-6-7 мың теңге табуға болады. Мраморный кохинкиннің 10 тауық 2 атештен күніне 7-8 мың теңге табуға болады. Жаңа сіздерге айтып бердім. Енді тағы да бір видео шығатын болады. Айына 5 породадан қанша ақша табуға болатынына видео шығатын болады. Және де осы менің шаруашылығымдағы, тауықтарымдағы әрбір породаға келіп тоқталатын боламыз. Әрбір породадан қанша ақша шығаруға болады, бәрін үйретем, көрсетем, айтам. Жалпы сол. Енді видео ұнаватса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Көп рахмет. Сау саламатта жүргенше әрбір қазақ бай болсын.